ағамыз Қытайдан қарыз ақша алған, бере алмаған. Енді тартып алған да. Одан үші бала көрген, соны естіп ауылда жата алмадым да. Сонда елдің бірлігінің, қазақ ұлтының ар жағындағы бір мүмкін ата бабаларымыз батыр болған шығар, ұйымшыл болған шығар. Мен тап бүгін қазіргі қазақтарға үйтіп бағаламаймын да. Үйтіп о жерде қор болғанша оны естігенше көрмеген жақсы да. Көрмей қояйық, естімей қояйық. Адам өзімізді үстіп құтқарайық да. Өйткені бұрынғы заман емес, қолға найза алып, қылыш алып қарсы шығатын. Мына жақта өзіміздің есік ашық тұр. Елің барда, есің барда, елің тап. Мен өзім артынан сондай ойға келдім де. Маған кететін кезде үлкен біздің қазақты ел басқарып жүрген ағаларымыз алдыма келіп өтініш білдірді. Кететінімді сезді де. Қанат олай істеме деді. 2012 сен Қытай алақанына сап отыр, бір алтын медаль ал деді. Мен айттым, алтын медаль не дедім де мен үшін? Мен алтын медаль мен алып болғам дедім де. Мен керек емес дедім. Қытайдың маған берген атағы мүмкін сіздерге керек шығар дедім. Маған керек емес дедім де. Маған керегі бірінші мен өзімді ойлаймын дедім де. Мен өзім жақсы көрген адам, мен өз ұлтымды, өз семьямды жақсы көремін. Өз семьясын, өз ұлтын жақсы көрген адам, өз ұлтын да жақсы көреді деймін де. Мен бірінші өз отбасымды құтқаруым керек дедім де бұндай жерден. Ит тойған жеріне дейді ғой. Ер жігіт туған жеріне дейді. Өзім елге келгенде қуанам, жағына жай сондай істерді көріп ашынам да. Өзім ұлтымның сондай әлсіз болып кеткенін, сондай қорқақ екенін, біздің Қытайдағы қазақтардан, олардың бұл жердегі қазақтардың ешқандай өзгеріс жоқ, тең екенін көрдім де. Сол қорқақ қазақ, бұл жерде сол қорқақ қазақ. Білмеймін, неден жасқанатынын білмеймін. Біреу кеуде көтеріп сөйлесе, мынау қайдан келді, кешеге бұлай сөйлеп жатыр деп мүмкін мені де айтады да. Сондай да, неге ондай екенін білмеймін де. Неге бір қазақ бүйтіп сөйлесін, бұлай айтсын демейді де. Неге бізде ондай ұлттық, сондай бір-бірімізді неге жек көретінін білмеймін де мен. Неге бір-бірімізді жақсы көрмейтінін түсінбеймін де. Мені шын айтсам спортта жүрдім. Спортта мүмкін нәтиже алармын, алмаспын да. Бірақ өзімнің жеңетін алатыныма сенемін да. Бірақ мен ең қызықтыратын өзім қызығамын да, неге екенін білмеймін. Дүниенің әр жеріне барсам қазақтарды іздеп, соларды көремін деп. Құлдық өмірде жүргеннен кейін әрбір қазақтың жүрегінде құлдық сана сезім қанына өтіп кеткен екен. Мүмкін мен батырмыз, біз қонақжаймыз деп айтады ғой әрбір қазақ семьясына барсаңыз. Ол бұрын болған деп айтамын да мен. Ұлтжанды, нағыз ұлтын сүйетін ағаларымыз кезіндегі аталарымыздың басын кескеннен кейін, ылғи тексіз бір бойында қазақ қаны жоқ, қазақтың қаны ішетіндер қазақты басқарған ба, бір шаталар қалғандай сезінеді ма?